Бұл видеода енді таймфреймнің не екенін үйренетін боласыздар. Жалпы свеча деген неге біз линия емес, неге вот японский свечи деген вообще түсінетін боласыздар. Ал кеттік. Жалпы енді кешегі сабақта, алдыңғы сабақта көрген шығарсыздар. Бізде неге линиямен қарамаймыз, неге біз мынау японский свечи, неге мынау төртбұрышпен қараймыз. Вот соны түсіндіре кетейін. Негізі японский свечи бізде екі нәрседен тұрады. Бұл бізде так, средняя линия алып тастайын. Бұл бізде тело свечи и бұның бізде тень бар. Яғни көлеңкесі дейді. Вот осындай түрде. Сразу примермен келтірейін. Жалпы тело дегенне, тень дегенне қазір қараңыздар. Мысалы алайық, сіздер базарда бір нәрсе сатасыздар, таңғы 5-те бардыңыздар. Вот мысалы алма сатасыздар. Алма саттыңыздар, слишком ерте барып қойдыңыздар. Мысалы таңертең біреу келіп тұрды, сіздер мысалы бүгін 100 килограмм ба, мысалы 100 килограмм алманы сатып тастау керек. Таңертең келдіңіздер, біреу келді, 10 килограмм алайын деп жатыр, давай скидка бер деді. Бастапқы баға негізі сіздерде условно 200 теңге 1 килограмм болды. Сіздер келдіңіздерді, мысалы 170 теңгемен бердіңіздер килограмм. Мысалы 170 теңге. Сосын күні бойы тұрдыңыздар, бағаны қымбаттадыңыздар, сіздерде вот алма бір какой-то необычный шетелден алып келген адамдар мысалы оны көп алып жатыр. Сіздерде конкурент жоқ, сондықтан сіздер бағаны қымбаттаттыңыздар, келдіңіздер де бұл алманы сосын 400 теңгемен сатып жатсыздар бір кезде. И сіздерде бүгінге мысалы алманың почти барлығы кетті, уже сағат кешкі 5 болды, 6 болды, базар уже жабылайын деп жатыр. Сіздер келесіздер де алманың бағасын түсіріп, мысалы қалған бір 5 килограмм қалды ма, 15 килограмм қалды дейік. 15 килограммды алдыңыздар да скидкамен беріп 350 теңгемен өткіздіңіздер. Соңғы бағаларыңыз. Міне. Получается, былай қарасақ, мынау біздің бір күндік графигіміз осындай болып тұр. Таңертең келдіңіздер, 200 теңгемен бастадыңыздар, 170 теңгеге түсірдіңіздер, и кешке дейін баға 400 теңгеге өсті. Бір алманың килограммы. Одан кейін енді ең соңғы килограммды сіздер 350 теңгемен саттыңыздар. Енді сұрақ, сіздер қаншамен бастап, қаншамен аяқтадыңыздар? Бастаған уақыттарыңыз сіздердің 200 теңге, аяқтаған уақыттарыңыз сіздердің 350 теңге. Көрдіңіздер ма? Бұл бізде енді қараңыздар, сіздерде свечаның денесі болып қалыптасады. Получается, сіздердің басталған баға мен аяқталған баға бұл свечаның денесі. Ал мына 400 теңге барып келген и астына барып келген сіздердің минимумдарыңыз, минимальный баға 170 теңге ма бір күндік болды. Осылай сіздерде қараңыздар, былай қарайтын болсаңыздар, свеча пайда болады. То есть оның денесі бар, және оның бізде максимум мен минимум бар. То есть астында минимум, үстінде максимум. Көрдіңіздер ғой логиканы. Сол сияқты бізде свеча өзі 4 нәрседен тұрады. Бізде не бар? Допустим, бізде бычья свеча. Бізде цена открытия, қай бағамен басталды. Одан кейін цена закрытия бар, қай бағамен аяқталды. И біздің минимумымыз бар, және біздің максимумымыз бар. Көрдіңіздер ма? Вот осындай 4 нәрседен тұрады. Енді қараңыздар, келесі свеча қайдан ашылады? Келесі свеча тоже ауадан тұрып, мына жерден ашыла салмайды, мына жерден ашыла салмайды. Келесі свеча өзінің алдыңғы свечасы қай жерде жабылды, сол жерде ашылады. Мына свеча 350 мен жабылды ма, біздің жаңағы вот сол 350 мен ашылады. И дальше егер көтерілетін болса, бізде бұл бычий болады, то есть жоғары қарай барады. И қайтып түсті ма, вот мына жерге барып келген максимумда бізде көлеңкесі қалады. Бүйтіп көлеңкесі қалып кетеді. Өйткені бізде бұл барып келген максимум баға. Сосын ол мысалы тұрды, баға керісінше 350 емес сіздер арзандатып жібердіңіздер. Мысалы алмаларыңыз өтпей қалды, онда бүйтіп тень қалып отырады да, и мына жерден баға цена открытиеден төмен түскен моментте уже болды, мына жақтан бастап уже қызыл бола бастайды. Өйткені бізде баға арзандап жатыр. Баға құлап жатыр. Осы моментке дейін құлады, мысалы, былай құлады да, қайтып көтерілді да, ең соңғы моментте баға мысалы қымбаттап кетті. Мына жерде тень қалады и болды. Осы жерден біздің свеча мысалы жабылды. Болды. Келесі свеча, получается, соответственно, қай жерден жабылды, сол жерден ашылды. Былай, келесі свеча ашылды. Баға мысалы құлауы мүмкін. Құласа бізде қызыл болып тұрады, мына жерден көтерілсе болды. Сразу уже бізде жасыл болып бастайды. Былай. Көрдіңіздер ма? Мысалы баға келді, тағы да құлады. Жоғары қарай барып келді, бір определенный жерге дейін, ол жерде бізде көлеңкесі қалды, то есть тень қалды. И астынан тоже тень қалды деп айтайық. Мысалы баға келді, бірінші мына жаққа барып келді, көтеріліп еді, мына жақтан жабылды. Одан кейін өзінің алдында тень қалдырып кетті. Бұл, кстати, бізде қызыл болады. Өйткені баға міне біздің цена закрытия, цена открытиядан төмен тұр, көрдіңіздер ма? Мына жақтан төмен тұр. Келесі свеча осы жерден ашылды. Былай көтерілуі мүмкін.
Так. Былай көтерілді да, былай түсіп кетті. Мысалы. Енді қалай ойлайсыздар? Мына свечаның түсі бізде қандай болады? Қызыл ма, жасыл ма? Әрине, жасыл. Не себептен? Өйткені бізде баға қай жерден жабылды? Баға ана жерден ашылды, жабылды мына жақтан. Значит, бізде бұл бычья свеча. Жалпы енді бычья и медвежий деп неге бөлінеді? Бычий дегеніміз, мысалы, жасылы неге бычий? Потому что быктар, бұқалар не істейді? Сүзген кезде ол астыдан үстіге қарай сүзеді. Сондықтан бычья свеча дейді. Бычий тренд дейді. Ал медвежий деген неге мынаны медвежий свеча дейді? Неге медвежий тренд дейді? Потому что медведь аю не істейді ол? Аю не өздерінің қолдарын көтереді да жоғарыдан төмен қарай ұрады. То есть бұл өзінің ұруының траекториясы. То есть бұқа жоғары қарай сүзеді, аю төмен қарай ұрады. Сондықтан вот бычий и медвежий деп бөлінеді. Енді жалпы свеча түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді таймфрейм деген не? Қазір мен сіздерге бағана вот жаңағы бір күндік примерді келтірдім. Мына свеча сонда бізде бір күндік свеча болып есептеледі. То есть полностью біздің график бір күндік свеча. То есть ішінде графикті қарамағанда. Біз келіп, мысалы, 1 сағаттық таймфреймді ашсақ болады. 1 сағаттық таймфреймді қалай дедім? Бұл жерде бізде бір свеча 1 сағат не істейді. 1 сағат бойы құрастырылады. То есть, мысалы, бізде таңғы 5-те ашылды ма, 5-те бір свеча болады. 6-да бір свеча болады. 7-де бір свеча. 8-де бір свеча. Вот 8-де баға құлады. 9-да бір свеча. 10-дағы свечамыз. 11-дегі свечамызды кетеді да. И в общем и целом бір күндік свечаның ішінде бізде 24 свеча болады. 1 сағаттан. Санайтын болсақ. Түсіндіңіздер ма? Сөйтіп кете береді. Егер мен келіп қазір мына жерде вот менің 1 сағаттық свечам. 15 минут таймфреймді ашатын болсам, 15 минуттық. Мынаның ішінде қанша свеча болады? Бұл енді бізде 4-ке бөлініп кетеді. Дұрыс па? Өйткені 1 сағаттың ішіне 15 минуттан 4-еу сияды. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. Сол сияқты бізде просто таймфрейм кішірейген сайын ол жердегі свечалар саны көбейеді. Бірақ графиктің өзі никак өзгермейді. Просто сіздер мына жақтан детально көріп бастайсыздар. Пример ретінде алайық, мысалы, дневной таймфреймді ашайын. Мысалы ретінде, вот мынау ең соңғы қара свечаны қарап көрейік. Мынау қара свечаны алайын да бүйтіп. Былай бір домалатып қойайын. 1 сағаттықты ашайын. 1 сағатты ашатын болсам, қатты домалатып жүрдім ше. Прям егер ровно алатын болсақ, давайте ровно алып көрейік. Так, марк кистімді алдым. Вот. Именно вот осы моментті аламын да бүйтіп. Оп деп сызып алайын. 1 сағатты ашатын болсам, бұл диапазонда бізде жаңағы құлаған моментіміз. Көрдіңіздер ма? 1 сағаттан көрсетеді. Мынау моментті алайық енді. Мынау біздің 1 сағаттық свечамыз. Вот осы тұрған. 15 минут ашатын болсам, бұл жерде именно сол 1 свеча ол бізде 4-еу болып кетеді. 5 минутқа кірсем, одан ары көп болады. То есть по факту бізде 5 минуттық таймфреймді қараңыздар, жаңағы бір күндік де емес. Сыздым ғой, бір күндік свечаны. 5 минут ашатын болсақ, ол жердегі ситуация осындай болады. То есть по факту график бір басқа бір нәрсе ашылып кеткен жоқ. Бізде просто свечалар саны көбейіп жатыр. Енді келесі сабақтарда түсінесіздер, бұл таймфрейм бізге не үшін керек, жалпы қалай жұмыс жасайды. Пока таймфрейм дегеніміз осы, жалпы японский свечи дегеніміз осы. Негізі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаса YouTube-қа лайк басып, Telegram каналға өтіп кетсеңіздер болады. Бұл жерде жақсы ақпараттар, маңызды ақпараттар жіберіп отыратын боламын. Егер өздеріңіз таныстарыңыз болса, трейдингпен қызығып жүрген осы видеоны жіберіп қойсаңыздар болады. Ал енді келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.